Қазір бізде тағы да бір нұсқа талдау. Ручкаларымызды алып алайық и кеттік. Бірінші сұрақ. Көмір түзілуіне қатысады дейді де, астына қылқан жапырақ, плауын, мүк, қырық жапырақ. Бізде, қара. Осыған дейін миллиондаған жыл бұрын өмір сүрген ағзалар, жануарлар болсын, өсімдіктер болсын, басқасы болсын, олар уақыты келгенде өледі, и солайша топыраққа сіңіседі, и оның үстінен тағы басқа ағзалар өледі, и одан кейін топырақ жамылады, тағы да басқа зат жамылады, и осылайша уақыт өте келе ол төменге сіңісе бергеннен кейін ол жерде давление күшейе береді, ол жерде температура күшейе береді, мына жерде жазылған, міне уақыт, қысым, температура, и осылайша жаңағы өлген ағзалардың денесі түрлері өзгереді. Мысалға, мына ағаштар, олар жерге түскеннен кейін олар шымтезекке айналады, потом тағы да бірнеше миллион жылдан кейін олар лигнит немесе басқаша оны қоңыр көмір деп айтамыз бізше. И ең соңында кәдімгі біздің қазіргі заманда қолданатын энергия алу үшін, жаңағы жылу алу үшін қолданатын көмір бар ғой, вот соған дейін айналады. И мына жердегі сен қазір ағаштарға қарайтын болсаң, мына жерден 40 жапырақтарды көре аласың. Мынау бізде 40 жапырақтар. Дұрыс па? Вот, енді мына жерден ответін таңдайтын болсаң, біз көмір түзілуіне қатысатын ең бастысы ол 40 жапырақ деп белгілейміз. Потому что 40 жапырақ осыған дейін миллиондаған жыл бұрын өмір сүрген ағзалардың бірі. Келесі, организмнің сусыздануынан болады. Организм сусызданған кезде ең бірінші нені қалайды? Ең бірінші суды қалайды. Дұрыс па? Вот сол суды қалауды, яғни қатты шөлдеу состояниясын адамдағы біз полидипсия деп атаймыз. Міне, адамның қатты шөлдеуі ол бізде полидипсия. Қалғандарына қарап кететін болсақ, нефрит ол бізде бүйректің қабынуы, цистит ол бізде қуықтың қабынуы, гемодиализ деген ол бізде вообще бүйректер жұмыс жасамай қалған кезде қанды искусственный аппаратпен сыртта тұрған вот сол арқылы қанды тазалауды айтамыз. Так что қалғандары келмейді бізде. Бүйректің ішкі қабатын астарлап, секреция қызметін атқарады дейді. Мына жерде барлығы эпителий, байқап отырсаң, эпителий, біз білеміз, көп жерде именно түтікше органдар болсын да, немесе секреция болатын жерлер болсын, олардың ішкі жағын, яғни астарлап, оның ішкі қалай бөлігін қаптайтын ол бізде всегда эпителий. Бірақ эпителийдің түрлері көп, бізде өте көп. Міне, мына жерден көре аласың, бірнеше түрлі эпителий бар. Мысалы, біз өңештің ішін қаптайтын, асқазанның ішін қаптайтын, ішектің ішін қаптайтын, бүйректің ішін қаптайтын да, мында сұрап тұрған. И вот соның особенно секрецияда роль атқаратындардың бірі ол бізде мына жердегі текшелі эпителий. И бұл жерде бір жақсы зат, олардың әрқайсысын формасына қарап айтады. Мысалға, мынаны қарап тұрсаң, мынау жалпақтау формасы, и оны жалпақ деп айтады. Бұның бәрін біз анатомияда именно ұлпаларды талқылаған кезде өткен болатынбыз. Вот. И мына біздің бүйректің ішіндегі жаңағы түтікшелер бар ғой, секреция қызметін атқаратын, вот сол жерді бізде жаңағы текшелі эпителийлар қаптаған. Міне мынау бізде түтікшенің просветі, яғни тесігі, и мынау қаптап тұрған жаңағы текшелі эпителий. Онда мына жерде ответ А деп белгілейсің. Құрылысы мен шығу тегі бір-біріне сәйкес келетін мүшелер. Мынау бізде эволюциядан сұрақты жасайтындардың ең жақсы көретін сұрақтардың бірі. Біз жалпы эволюция барысында мысалға көптеген ағзалар этап-этаппен өзгереді. И сол өзгеру барысында басында бірдей болған мүшелер соңында өзгеріп кетуі мүмкін, басқаша функциялар алуы мүмкін. Немесе басында бір-бірлеріне ұқсамайтын мүшелер соңында бірдей функциялық беруі мүмкін. Соңында өзгергеннен кейін екеуі бірдей функцияға дейін жетуі мүмкін. Вот, осыған байланысты біз жаңағы эволюция барысында дамыған мүшелерді гомологты және де аналогты деп бөлетін боламыз. И мына жерден сұрап тұрған, құрылысы мен шығу тегі бір-біріне сәйкес, яғни бір-біріне ұқсайтын, яғни басында бірдей болды, бірақ соңында өзгеріп кетті да. Вот оларды біз гомологты деп атаймыз. Мынау бізде гомологты. Гомологты, яғни құрылысы, шығу тегі бірдей, алайда олардың функциясы бөлек. Ал екіншісі аналогты деген. Ол керісінше, құрылысы мен шығу тегі бір-бірлеріне ұқсамайды, алайда олардың функциялары бірдей. Мысалға, біз егер де қарайтын болсақ, мына жерде міне басында гомология деп тұр, и аналогия деп тұр. Егер де жарғанаттың қанаты, жарғанаттар сүтқоректілері білесің, тышқандардың алдыңғы аяқтарына и біздің қолға қарайтын болсаңдар, бұның структурасы, яғни құрылысы бір-бірдей, және де бұлардың шығу тегі де бір-бірдей. Мына жерде көріп тұрсың қара, 1, 2, 3, 4, 5 фаланг бар, мына жерде тоже самый 1, 2, 3, 4, 5 фаланг бар, жарғанаттың қанатында тоже 1, 2, 3, 4, 5. И мына жерде жаңағы жіліктер бар, и потом мына жердегі сүйектердің, короче, түгелімен структурасы бір-бірлеріне ұқсайды. Алайда қара, адамда қол деген кәдімгі бір нәрсені ұстау үшін де функциясы. Тышқандарда алдыңғы аяқ ол жүгіру үшін, там не знаю, тағы да бір нәрсе істеу үшін. Ал жарғанаттардағы бұл мүше ұшу үшін. Сонда үшеуі үш түрлі функция. Вот осы бізде гомология, яғни шығу тегі міне құрылысы бірдей, алайда функциялары әртүрлі. Ал аналогты дегеніміз, аналогты. Мына жарғанаттың қанаты болсын, көбелектің қанаты болсын, құстың қанаты болсын, олары бір-бірлеріне негізінен ұқсамайтын ағзалар құрылысы жағынан. Алайда олардың функциясы бірдей. Яғни бұл жерде біздің конкретно қанаттың функциясы ұшуда. Мысалға, егер де көбелектің қанатына қарайтын болсаң, ол алдыңғы конечность емес, ол деген кәдімгі арттан специально шыққан бір структура. То же самое, құста арттан шыққан бір қалай қаңқа структурасы. Ал жарғанатта болса, ол кәдімгі алдыңғы қол.
Вот көрдің ғой да, әрқайсысының шығу тегі бөлек, алайда функциясы бірдей. Вот енді бізден не сұрап тұр, бізге айтады гомологты қайсысы дейді мыналардың арасындағы. Қарайық, жарғанаттың қанаты мен көбелектің қанаты екеуінің шығу тегі бөлек, алайда олардың функциясы бірдей да, екеуі де ұшуға арналған, сондықтан бұл бізде аналогты болады, сонда бұл болмайды бізде. Бұршақтың мұрты мен пияздың түбіртегі дейді. Бұршақтың мұрты, көптеген мұрттар жалпы өсімдіктердегі, олар бізде жапырақтың өзгерген түрі. Да, бұл бізде жапырақ, значит, ж деп қояйық. Ал пияздың түбіртегі деген кәдімгі пияз бар ғой, қалай жердің астында өсетін, ол бізде сабақ. Сонда екеуінің құрылысы және де шығу тегі бөлек, және де олардың функциясы да бөлек, мынау вообще просто жадыда салған. Бұл да болмайды, бұл аналогты да емес, гомологты да емес. Одан кейін көбелектің қанаты мен құстың қанаты. Опять же, қанаттар екеуінің функциясы бірдей, алайда көбелек пен құстың қанаттары екеуінің қалай бастапқы тарихы немесе шығу тегі бөлек. Сондықтан бұл да бізде аналогты болып саналынады, и гомологтыға жатпайды. Бізден конкретно гомологты сұрап жатыр. Інжігүлдің тамыр сабағы мен картоптың түйнегі дейді. Інжігүлдің тамыр сабағы бұл бізде сабақтың түрленген түрі де атайтып тұр да, тамыр сабағы. И картоптың түйнегі, яғни біздің кәдімгі үйде турап жейтін картопымыз, ол тоже сабақ. Ол тамыр емес, ол тоже сабақ бізде. Яғни екеуінің шығу тарихы немесе құрылысы бірдей, екеуі де сабақтан жасалынған. Алайда інжігүлдің тамыр сабағы ол бізде міне мына жерін көре аласың. Інжігүлдің тамыр сабағы міне мынандай структуралар, бұл арқылы мынау інжігүл деген ландыш деген бізде жер астында вегетативті түрде тамырларын таратып, жаңағы тамыр сабақтарын таратып, олар солайша көбейеді. Яғни бұның функциясы вегетативті көбею. Ал картоптың түйнектері бұл бізде қор жинау, правильно? Мына жерде өсімдіктер өздерінің қалай ішіне крахмалдарды жинайды. Сонда екеуінің функциясы әртүрлі, алайда шығу тегі бірдей, значит бұл бізде гомологты. Сонда ответ мында гомологты болады. Вот тап осы жауап беретін боласың алдағы уақытта. Мына гомологты мен аналогтыны тағы да бір қайталап жібер. Жасушасыз форма. Так, біз домендарға қалай бөлеміз тіршілікті? Бактериялар немесе археяларды, оларды біз прокариоттар дейміз. Ядросы барлар, олар бізде саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар, қарапайымдылар. Бұларды біз эукариоттар дейміз. И тіршілікке плюс-минус и кіреді, и кірмейді да в то же время. Жасушасы кейде бар, кейде жоқ зат, ол бізде вирустар. Вот, как раз таки осы вирусты бізде сұрап отыр. Жасушасыз форма. Вирустар себебі хозяйыны немесе басқа жасуша болған кезде тірі бола алады, алайда басқа жасуша болмаса, ол ауада ұшып жүретін болса, ол тірі емес. Вот сол, яғни оның жасушасы жоқ негізінде. Мына жерден сонда сен вирусты таңдайсың. Каспари белдеуін құрайды дейді. Мына жерде кішкене ботаникаға кіру керек болады, өсімдіктердің немесе физиологиясына кіру керек болады. Алайда мен саған қазір қысқаша түсіндіріп кетейін. Мынау бізде тамырдың кесілген түрі. Міне мынау тамыр болатын болса, осыны бүйтіп кесіп тастайсың да, бүйтіп тікесінен қарайсың, да, тап осы мына учаскесі, мына бүйтіп дөңгеленіп тұрған тамыр кәдімгі. Вот, осы тамырдың, міне көре алсаң, мына жерде, допустим, тамыр түкшелері бар, осы арқылы ол суды суырады. И су кірген кезде, допустим, жасушалардың ішімен немесе мына сап-сары стенкалармен, да, қызыл түспен көрсеткен стенкалар арқылы келіп жатыр. И мына көк түсті көрсеткен, ол бізде жасушаның ішімен келіп жатыр. Осылар бізде мына жердегі ксилемаға дейін жету керек су. И ол ксилемаға кірместен бұрын мына жерде ксилема флоеманы, яғни қалай айтамыз оны, өзекті қоршап жатырған эндодермис деген қабат бар. Мына жерде көк түсте берілген, ол бізде эндодермис қабаты. И осы эндодермис қабатының жасуша қабырғасында, сыртында мына көк түсті жасуша қабырғасында бізде Каспари белдеуі деген бір, қалай айтсақ болады, бір құрылым бар. И оның функциясы мына жасуша қабырғасы арқылы келген суды қайтарып жібереді. Көк түсінде қызыл стрелканы келгенде, қайтып кеткенде жасушаның ішіне түседі, өйстіп, и дальше бұл жасушаның ішімен барады. Бұның функциясы түгелімен ясын емес, алайда кішкене бір фильтрлік функциясы бар, және тағы да басқа үлкен функциялар бар. И вот осы неден жасалынады дейді. Жасушаның қабырғасындағы көп заттар бізде қалай көбінесе ол жердегілер лигнин мен суберин, вот сондай заттардан жасалынады. И мына Каспари белдеуі де тоже лигнин мен суберин бар ішінде. И вот екеуін іздейік. Міне, суберин бар, бізде лигнин жоқ екен. Алайда бастапқы компонент Каспари белдеуінің ол бізде суберин. Вот осылай жаттап алатын боласың. И қазір Каспари белдеуінің микроскоптың астында қалай көрінетінін саған көрсетіп жіберейін. Мынау бізде міне жасушаның өзегі болса, мынау бізде жатырған жолақ, мынау бізде эндодермистің жасушалары да, мынау түгелімен эндодермис. И соның ортасын бүйтіп бөліп жатырған, қалай жауып жатырған, бұл бізде Каспари белдеуі. Окей. Дальше. Популяция өсімі дейді. Так, мына жерде бізге формуласын, да, формуласын немесе описаниясын, анықтамасын тап деп тұр. Популяция өсімін қалай санаймыз? Осы жылы емес, жалпы туылған адамдар бар, и потом қайтыс болған адамдар бар. Туылған адам мысалы 1000 болса, қайтыс болған адам 500 болса, 1000-нан 500-ді азайтып тастайсың, сонда біздің популяция 500-ге көбейді. Вот, яғни туу санынан өлім санын азайтып тастайсың. Бұл бізде популяция өсімі болып саналынады. Бүйректің қабынуы дейді. Так, каждый өтіп жатыр, уремия дейді. Уремия ол бізде қалай именно зәр арқылы шығу керек улы заттар бар, ол токсичный заттар, вот солар дұрыс шықпай сыртқа қанның ішіне кетіп қалады кері. Вот соны біз уремия деп атаймыз. Пиелонефрит дейді. Пиелонефрит деген ол бактерия арқылы в основном бүйректің қабынуы. Как раз таки осы ответ болу керек. Дальше қарап жіберейік. Несептаз деген ол бізде кәдімгі
бүйректің ішінде немесе оның жаңағы несеп өтетін жерлерінде тастың жиналып қалуы. И цистит деген ол бізде қуықтың қабынуы да. Сонда мына жерде ответ бізде пиелонефрит болады, немесе жалпы нефрит деген ауруды кездестіретін болсаң, ол как раз таки осы бүйректің қабынуына айтылған сөз. Көмірсулар қатарына жатпайды дейді. Так, каждыйын өтіп шығайық. Мына жерден дисахарид. Дисахарид деген, яғни бізде 2 моносахаридтан тұратын, мысалға сахарозы бар, лактозы бар, допустим, тағындай мальтозы бар, осылар бізде дисахарид, олар как раз таки көмірсулардың ішіне кіреді. Значит, бұл болмайды бізде. Глюкоза ол бізде ең басты көмірсу да, ол бізде моносахарид, ол да болмайды. Гликоген. Гликоген ол бізде как раз таки осы глюкозалардан тұратын, адамның денесінде қор етіп жинайтын көмірсу. Яғни бұл да тоже болмайды. И протеин деген ол бізде нәруыз да, ол көмірсуға жатпайды, ол отдельный категория. Сондықтан мына жерде ответ бізде протеин болады. Оны басқаша нәруыз дейсің бе, ақуыз дейсің бе, қалай айтқан келеді, өзің білесің. Тітіркенуді қабылдайды. Тітіркену деген сигнал немесе дабыл. И вот как раз тоже да, бұл сыртқы қабатта көбінесе именно эпителий арқылы жабылып жатады. Мына жерде бізде байқап тұрсаң көбі эпителий, и именно эпителийдің қайсысы дейді. Безді де эпителий деген ол без, яғни неше түрлі заттарды секрециялайды, мысалға гормонды секрециялайды. Текшел эпителий ол жаңағы тоже секрецияға қатысады. Мана айттық та, бүйректің ішіндегі каналдарды, яғни өзектерді жауып жатырған эпителий деп. Бағана тәрізді эпителий дейді. Бұл да тоже басқаша функциялар бар. Мысалға, не знаю, там біздің демалу жолдарында деген сияқты сол жерлердің іштерін жауып жатыр. Потом міне аты айтып тұр, сезгіш эпителий деген бар, яғни басқаша оны сенсорлы эпителий деп айтуға болады. Осы как раз таки сезгіш болғандықтан тітіркенгіштерді, дабылдарды өзі қабылдайды. Так, трансмайлар кездесетін тағам. Трансмайлар. Қара, трансмайлар табиғатта болмайды. Табиғатта бізде қаныққан және де қанықпаған майлар болады. Қаныққан майлар көбінесе жануарларда, қанықпаған майлар көбінесе өсімдіктерде. Алайда, мысалы көптеген кәсіп орындары қазіргі кезде именно тамақ жасайтын кәсіп орындары да синтетикалық түрмен, химиялық түрмен, олар тамақтың құрамын біршама өзгертеді. Қыздыру арқылы болсын, немесе там гидрогенизация, неше түрлі практикалар арқылы тамақ түгелімен өзгертеді. Не үшін? Чтобы оның жарамдылық мерзімін ұзарту үшін. Вот сол әдістердің бірі жаңағы ішіндегі қанықпаған майлардан трансмайлар жасау. Вот, яғни мына жерден қарайсың сен қайсысы именно жаңағы өнеркәсіптер арқылы жасалынады. Жануар майлары ол жануар арқылы жасалынады, өсімдік майлары ол енді табиғи болса, мына жерде бізден именно сұрап тұрғанда табиғи деп ойлаймыз да, өсімдік майы болмайды. Алайда бұл кәдімгі өнеркәсіп арқылы жасалынған, мысалға үйдегі тамаққа қосатын шемішке май, шемекі май, шағу май дейсің бе, қалай дейсің. Вот сол болатын болса, оның ішінде трансмай өте көп негізі. И балық, жаңғақ, олар тоже өз жануарлар, олар табиғи түрде шығарылады олардың денесінде. Міне, мына жерде өнеркәсіп арқылы конкретно жасалынатын ол бізде тұздық пен печеньелер. Вот соның ішінде трансмайлар өте көп. И мысалға сникерс егер алатын болсақ, сникерстің жарамдылық мерзімі негізі примерно 2 апта болады. Алайда оның ішіндегі майды трансмайға өзгерту арқылы оның сұрауын, допустим, 2 жылға дейін созып жібереді. Ол сол жаңағы кәсіп орындары үшін өте тиімді, өте пайдалы, себебі олардың тағамдары ұзақ уақытқа дейін шыдай алады. Алайда біз үшін, яғни қалай консюмер да, біз консументтерміз ғой, біз қолданушылар үшін ол негізі денсаулыққа зиянды болып келеді. Ми нейрондарының митоз арқылы бөлінуі жүретін уақыты. Бұны көптеген адам естіген шығар, даже биолог еместер. Жалпы мидың түгел дамуы туылғанға дейін болады да, туылғаннан кейін ми ары қарай өсіп дамымайды. Оның ішінде мысалға туылғанға дейін қаншама нейрон болды, допустим, қанша бір 86 миллиард нейрон примерно да. Вот дальше уже туылғаннан кейін ары қарай ми бөлінбейді, мидың ішіндегі жасушалар бөлінбейді. Вот и ми нейрондары митоз арқылы бөліну, яғни көбеюі деген сұрап тұр да бізден. Туғанға дейін болады бізде. Туғаннан кейін болмайды ешқандай бөліну. Так, жай буынды көрсетіңіз. Мынау біздің денеміздегі мен анатомияны сұрап жатыр. И біз денемізге қарайтын болсақ, біздің денемізде бірнеше сүйектердің байланысу түрлері бар, яғни буынның бірнеше түрі бар. Соның бірі міне жай буын бізден қазір сұрап жатқан, одан кейін күрделі буын бар, комплексті буын бар, комбинирленген буын бар. И қазір просто жай буынды. Мынаны скриншотқа түсіріп алайық, что именно жай буынды қарап жіберейік. Екі сүйектен тұрады. Яғни міне, допустим, мынау екеуі сүйек деп елестетсең, міне, мынау бізде жай буын болып саналынады, екеуінің қосылуы. Ол бізде мысалға мына жердегі тоқпан жілік мына сүйекпен көрініп тұр ғой да, мына тоқпан жілікпен біздің артымыздағы жауырын бар, ол лопатка, сол екеуінің байланысатын жері ол тек қана жауыр мен тоқпан жілік арасында болғандықтан, яғни екі сүйек болғандықтан оны біз жай буын деп атаймыз. И бұл жердегі буынды біз иық буын, мынаны біз иық буын деп атаймыз. Жақсы ма? Қалғандарын қарайтын болсақ, тізе буыны бұл бізде больше комбинирленген буынға кіреді. Жақ сүйек буыны бұл бізде өте күрделі буын. Ал шынтақ буыны болса, бұл тоже күрделі буынға жатады, себебі мына жерде бізде 3 сүйек қатысады. Так, дальше. Мутуализмге мысал. Мына жерде тағы да бір саған біресе дайындап қойдым. Мынаны тағы да скриншотқа түсіріп алсам болады. И мына жерде селбесіп өмір сүрудің, яғни бір-біріне жақындасып өмір сүрудің неше түрлі варианттары плюс-минусмен белгіленген. Плюс деген пайдалы деген бір организмға, минус деген
пайдасыз, наоборот керісінше зиянды деген сөз. 0 деген нейтралды, ешқандай пайдасы да зиянды жоқ. И осы жерде бір момент бар, қызық момент. Мына жерге қарап отырсаң, екеуі де плюс деп тұр. Неге мына симбиоз бен мутуализм екеуі де бір-біріне қалай плюс болады? Екеуінің айырмашылығы неде деген сұрақ болатын болса, соған жауап беріп тастайын. Мутуализмда бізде екеуінің бірге өмір сүруі міндетті түрде бірге болу керек әрдайым. Олар бір-біріне тәуелді. Бір-бірі болмаса олар өліп қалады. Ал симбиоздың кезінде, симбиозда екеуі бір-біріне келіп жақындасып бірге өмір сүретін болса, екеуі бір-біріне пайдалы, алайда екеуі тәуелді емес. Екеуі просто кетіп қалады екі жаққа. Жақсы ма? Ал екеуі, но вместе лучше. Бірге болса, екеуі бір-біріне лучше жасайды. Алайда бір-біріне тәуелді емес. Ал мутуализм бізде тәуелді. Вот соны как раз бізде сұрап жатыр. И оның ең кең таралған түрлерінің бірі ол бізде қына. Немесе орысша оны лишайник деп атайды. Бұл бізде балдырлар мен саңырауқұлақтардың арасындағы бірлесіп өмір сүруі. Саңырауқұлақтар бұған минералды заттарды алып келеді, суды алып келеді. Ал балдыр болса бұған органикалық заттарды алып келеді, себебі балдырлар бізде фотосинтез жасай алады. Дұрыс па? Вот сол екеуі бір-біріне, яғни 50-50, мынау жақтан мынаусын алып келеді, мынау жақтан өзінің товарын алып келеді. Солайша екеуі бірлесіп кәдімгідей достасып өмір сүреді. Бір-біріне міндетті түрде керек екеуі. Соны біз қына деп атаймыз. Өт синтезделеді дейді. Жалпы біздің бауырымыздың астында өт безі бар. Вот сол өт безіне біз өтті салып қоямыз, алайда өт бізде бауырдың ішінде синтезделінеді. И бұл өте негізі күрделі зат. Ең басты қызметтерінің бірі біздің ішекке түскен именно майларды қалай ыдырату, да, өттің ең басты функциясы. И вот сол өттің синтезінде бізде гемоглобин қатысады. Міне, гемоглобин жаңағы шаршаған эритроциттарды біз түгелмен сындырамыз ғой, бауырдың ішінде там или көк бауырдың ішінде деген сияқты. Соны сындырғаннан кейін ішінде гемоглобиндарын шығарып алады бауыр. И одан кейін сол гемоглобиндарды талғап тағы да бөліп одан бізде билирубин деген қызылша келген бір пигмент жасайды. И осы билирубинді алады да өттің ішіне салып қояды, альбуминмен екеуін бір-біріне қосып. И осылайша міне мына жерден өт шығады да ішекке барады да жаңағы майларды ыдыратуға көмектеседі. Осы как раз таки билирубин пигменті арқасында нәжес бар ғой, соның цветі кішкене бір қоңырайқы немесе қызыл болып келеді. Вот билирубин осы как раз таки гемоглобиннен жасалынады, ал гемоглобин бізде ол эритроциттің ішінде бар. И мына жерде өт синтезделеді деген кезде сонда сен гемоглобин деп смело жазай бере аласың. Әртүрлі зат концентрациясы осы зат арқылы теңеседі. Так, мына жерде мен саған қазір бір маңызды бір информация түсіндіріп кетемін. Бұны білу де мүмкінсің, немесе білмеу де мүмкінсің. В любом случае саған керек болады. Екі банкін елестет қазір. Екі банкін елестет. Екеуінде бір-бірдей су тұр деп ойла. Міне, екеуінде 1 литр су тұр деп ойлашы. 1 литр су. И ішінде, допустим, 4 зат бар. Біріншісінің ішінде. Екіншісінің ішінде мысалға 8 зат бар деп ойла. 8 зат бар деп ойла. И мына жерде сен спокойно айта аласың да. Оң жағында тұрған, яғни мынаның ішінде бізде мына дөңгелек заттардың концентрациясы көп деп айта аласың. И мен саған сұрақ қойсам, сен осы дөңгелек заттарды алып немесе салмай, да, мына жаққа қоспай дөңгелек заттарды немесе мына жақтағы дөңгелек заттарды алмай, дөңгелек заттарға тиіспей, екеуінің концентрациясын теңейте аласың ба деген сұрақ болса, көп ойланып қалады да, оны қалай алмай салмай, оны қалай өзгертеміз деп. Вот осы кезде мен саған қазір түсіндіріп жіберейін концентрацияның не екенін. Концентрацияның кәдімгі санға қарағанда айырмашылығын. Біз мынаның ішінен жидкішті, яғни сұйықтықты көбейтетін болсақ, суды қосу арқылы мынаның, допустим, уровень 1 литрдан қазір біз 2 литрға дейін көтеретін болсақ, бүйтіп, мына 8 зат ол равномерно распределяция етеді да, осылайша. Міне, жаңағы 8 зат қалай береді, ішінде просто равномерно распределяция етеді. И міне, осы жерде қазір саған түсіндіріп кетемін. Мына жерде екеуінің концентрациясы бірдей болып қалады қазір. Неге деген сұрақ болатын болса, концентрация деген ол именно сұйықтыққа байланысты мына еріген заттың, яғни дөңгелектердің саны. Мына сұйыққа именно байланысты деген жері бар. Яғни бұл деген 8 штук немесе 4 штук деген емес, именно 4 штук 1 литрға деген. Жақсы ма? 8 штук 2 литрға деген сөз. Мына жерде мысалы бірінші примерде біз айттық қой 1 литр деп та, ішінде 4 штук бар. Допустим, 4 штук 1 литрға. И бұның концентрациясы бізде, значит, 4, да, 4-ті бірге бөлген кезде 4 қой, да, 4 штук на литр болады. Но бізде концентрация осы. Яғни 4 штук емес, просто 4 штук на литр. Просто біз осыған дейін қабылдаған кезде концентрацияны біздің миымызға оңай болу үшін біз оны сан түрінде аламыз. Алайда міне негізі дұрысы осы болады. Егер де сен осылай қабылдайтын болсаң, концентрацияны саған еще легче болады биологияны қабылдау. Себебі кейбір жерлерде мысалға жаңағы сен концентрацияны сан деп қабылдағаның келмей қалады кейбір жерлерде. И мынаның егер де қазір концентрацияны өлшейтін болсақ, ішінде 8 штук бар. И біз жаңа 1 литрдан, да, 2 литрға дейін көбейттік қой ішіндегі суды. И мына жерден 2 литр деп жасасын. 8-ді 2-ге бөлген кезде бізде қанша? 4 болады. Значит, 4 штук на литр болады. Көрдің бе? Екеуі бізде
бірдей, екеуінің концентрациясы бірдей, алайда саны бөлек та, мынау көбірек кішкене, конечно. Мында 8 штук бар, мында 4 штук бар, алайда концентрациясы 4 штук на литр и 4 штук на литр екеуі. Яғни бүйтіп мынаны бөлетін болсаң суды 0,5-0,5-қа да, мысалға міне 0,5-0,5-қа бүйтіп бөлетін болсаң, әрбір жерде заттар бірдей деген сөз ғой. Мына жерде 2 зат тұр, 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 мына жерде 2 зат тұр. Яғни жаңағы ішіндегі заттар равномерно распределены. Жақсы ма? Бірдей, біркелкі бөлінген. Сол концентрация деген. Вот, осы су арқылы, яғни сен затты өзгертпей, просто суды қосу алу арқылы сен заттардың концентрациясын өзгерте аласың. Міне сұраққа әртүрлі зат концентрация осы зат арқылы теңеседі деген как раз таки мына жерден суды белгілей бересің. Шеңберлі бұлшықет кездеседі біздің денемізде қай жерде? Шеңберлі бұлшықет бізде жалпы дөңгелек органдар тауып алды, мысалы көз бар, ауыз бар деген сияқты. Вот соны қоршап жатқан, мысалы үйрек ауыз жаса дейді, шіртеме дейді, соның бәрін жасап отқан мысалы шеңберлі бұлшықеттер, или көзіңді бүйтіп сығырайтпа деген сияқты, оның барлығы жаңағы шеңберлі бұлшықеттердің арқасында. И міне ответ А болады, ауызда, көзде. Басқа арқада бізде шеңберлі бұлшықет жоқ, значит Б болмайды, жүректе жоқ, значит С болмайды, кеудеде жоқ, значит бізде сегіз көзде де жоқ бізде де, жамбаста немесе. Вот Б, С, Д ешқайсысы болмайды. Антидиуретикал гормонның гиперфункциясы. Так, антидиуретикал гормон АДГ немесе оны басқаша біз вазопрессин деп атаймыз. Оның барлығын біз эндокринология сабағында қарастырған болатынбыз. Гиперфункция деген, гипер деген көп деген сөз, функция деген қызметі де, яғни мына гормон, АДГ деген гормон өзінің қызметін жаңа шектен тыс жасап кеткен кезде не болады дейді, бізден сұрап жатыр. АДГ жалпы бізде не істейді? АДГ бізде шығатын зәр бар ғой, вот сол зәрден суды ішімізге кері сіңіріп алып қалады. Яғни суды экономить етеді. Алайда АДГ көп болып кетсе, біз суды көп экономить етіп қоямыз да, біздің ұлпаларымызға су тарап, біздің денеміз ісініп кетеді, су толып кетеді ішімізде. Вот сондай ісінулердің бірін бізде пархон синдромы деп атайды, жақсы ма? Мына қалғандары бола алмайды, бұлар көбінесе мына кретинизм, даун синдромы, бұлар бізде генетикалық түрде тасымалданатын аурулардың бірі. Әрқайсысын қазір мен анықтама бермей ақ қояйын, просто мына пархон синдромы осы АДГ-ның гиперфункциясының кесірінен болатын аурулардың бірі. Ісініп кетеді адам қатты. Так, бір иықты хромосома. Иық дегеніміз не? Міне хромосоманы қазір тек қана бүйтіп салып берейін. Негізі біз былай елестетеміз ғой хромосоманы. Бірақ бұл бізде именно S фазадан кейінгі екі еселенген хромосоманың түрі негізінде. Алайда түсінікті болу үшін қазір міне былай елестетейік. Допустим, хромосома и мына екі жағын біз иық деп атаймыз, плечо деп. Екі иығы бар да. Көбінесе біз екі иықты деп елестетеміз хромосомаларды. И егерде оның ортасында центромер деген жер бар, яғни екі иықтың қосылатын жері міне. Осы егер қақ ортасында тұратын болса, яғни мына жағы 50%, мына жағы 50% болатын болса, оны біз метацентрлі деп атаймыз. Алайда мына центромері кішкене бет жоғарыға жылжитын болса, мысалға, мына жақта допустим 40 болып қалды да, мына жақ 60 болып кететін болса, ол уже субметацентрлі болады. И ол тағы да көтеріліп мына жақта тұратын болса да, яғни қазір мен түсінікті болу үшін былай салайын. 1 минут. Если былай болып кететін болса, если мына жағы допустим 20% и мына жағы бізде 80% болып кетсе, бұл уже бұны біз акроцентрлі деп атаймыз. Міне акроцентрлі деп жазылып тұр. И мына центромері түгелімен басына дейін шығып кететін болса, яғни бізде мынандай болатын болса, міне центромері тек қана бір иықты болатын болса, яғни бір иық жағы, мына жағы бізде түгелімен уже 100% болатын болса, яғни екінші иығы жоқ та, мына жағында 0. Оны біз телоцентрлі деп атаймыз. Телоцентрлі. Жаңа қалғандарын түсіндірдім да, акроцентрлі деген мына жерде тұрса мысалға, и одан кейін субметацентрлі кішкене ортасынан жылжыса, метацентрлі деген қақ ортасында тұратын болса, центромері. Серікті деген бар еще, серікті деген мына хромосоманы егерде былай елестетсең, кейбір хромосомаларда еще кішкентай тағы да бір қастарында мынандай серіктер жүреді. Көрдің ғой да міне? Тап осыны біз міне осындай серіктер жүреді. Тап осыны серікті хромосомалар деп атаймыз. Алайда бір иықтысы ол именно телоцентрлі. Именно осы телоцентрлі дегені көп жерде кездеседі сұрақтарда. Мен басқаларын сұраған не помню. Мен бір 3-4 нұсқаның ішінде как минимум кездестірдім. Именно бір иықты хромосома не, немесе телоцентрлі хромосома не деген сияқты сұрап жатады. Рибосоманың МРНК бойымен бір триплетқа орын ауысуы. Так, триплет, кодон, ТРНК, трансляция деген процестің барлығын білмейтін болсаң, бізде именно осыған байланысты сабақ бар, соны қарап кете аласың. Алайда мен қазір қысқаша түсіндіріп кетейін. Так, міне мынау бізде рибосома жасыл түстегі да, үстіңгі бөлігі ашық жасыл, астыңғы бөлігі қою жасыл, и ортасындағы жіп ол бізде МРНК. Сол МРНК-ның бойы арқылы ол каждый раз 3 нуклеотид сайын жүріп отырады, яғни триплет сайын жүріп отырады. И сол жүріп отырған сайын амин қышқылды өзіне қосып, мына жерде круглячоктарды, и осылайша үлкен нәруызды түзеді. Вот, осы мына 3 нуклеотид сайын жүріп отырады дедім ғой да, яғни триплет сайын. Сол жүру барысын біз транслокация деп атаймыз. Транслокация. Бастауын біз инициация дейміз, аяқталуын біз терминация деп атаймыз.
ал қалғандары мына репликация деген ол вообще ДНК-ның екіге бөлінуі, репарация деген ол дұрысталуы. Так что олар келмейді. Мына жерде ответ бізде Б болады. Ең алғаш рет бұлшықет жасушалары пайда болған ағзалар. Мына жерде тағы да бір қайталап айтамын, мен басқа да нұсқа талдауларда айтқан болатынмын. Ең алғаш рет пайда болған жануарлар, ағзалар, өсімдіктер деп айтады ғой. Вот сол кезде бізде строго эволюция туралы айтып жатыр. Біз білеміз, эволюция барысында ағзалар бірден пайда болмады, барлығы этап-этаппен да. Мысалы, бірінші көбінесе, міне мына жерде мысалы кесте жасап қойдым қазір. Міне, допустим, бірінші губкалар пайда болды, одан кейін книдариялар да, оның ішіне медуза, маржандар, актиниялар кіреді. Одан кейін жайлап жер бетіндегі мына жалпақ құрттар, дөңгелек құрттар, одан кейін уже сегменттелген құрттар пайда болды. Шыбалшындар мысалы, одан кейін моллюскалар, буын аяқтылар, жәндіктер, өрмекшілер, рактар деген сияқты. Одан кейін эхинодермалар, мысалы теңіз жұлдызшалары, и соңында хардалылар. Осы хардалылардың ішінде омыртқалылар бар, омыртқалылардың ішінде сүтқоректілер бар, сүтқоректілердің ішінде приматтар бар, приматтың ішінде біз бармыз. Біз почти эволюцияның ең соңғысымыз ғой, негізі саты жағынан. Вот, осындай этап бойынша дамыды, и бұл этаптардың әрқайсында өзіндік бір өзгерулер болып отыр. Жақсы ма? Мысалға, мына жерде жалпақ құрттарға дейін полиферлар мен книдарияларда кәдімгі дамыған бұлшықет болмады. И жалпақ құртқа өткен кезде ғана мына жалпақ құрттарды асын сызып қойдым. Осы жерде как раз таки бізде жалпы жүйке жүйесі да кішкене более-менее андай қалай жақсы дамыған деп айтайықшы. Жақсы дамыған жүйке жүйесімен, потому что губкалар мен медузаларда тоже болды жүйке жүйесі, алайда олар просто жасушалар болып бірге жиналған. Ал жалпақ құрттарда кәдімгі бірлесіп андай әдемі структура жасаған жүйке жүйесі және де бұлшықет жүйесі пайда болды. Сондықтан мына жерде ең алғаш рет бұлшықет жасушалары пайда болған ағзалар деп біз имені құрттарды айтамыз. Мына жерде жалпақ құрт деп имені бермеген, алайда жалпақ құрт деп келетін болса жалпақ құртты белгілейсің, и келмейтін болса міне мынандай просто құрттар деп белгілеп қоясың. Эволюцияның қозғаушы күші дейді. Мынау бізде Чарльз Дарвин эволюцияның атасын деп айтып кетті. Именно табиғи сұрыпталу ол осы эволюцияны алдыға жүргізіп отыратын ең үлкен фактор, ең үлкен күш деп айтып кеткен болатын. Табиғи сұрыпталу дегеніміз не? Табиғи сұрыпталу дегеніміз табиғатта ең мықты ағза емес, ең мықты бейімделген ағза, екеуі потому что бөлек. Ең мықты бейімделген ағза өзінің тіршілігін жалғастырады деген сөзді табиғи сұрыпталу дегеніміз. Вот осы бізде эволюцияның қозғаушы күші болып саналынады. Альвеолалардың сыртын тұтас торлап жатады дейді. Альвеол дегеніміз біздің өкпенің ішіндегі қапшықтар, оның ішіне біздің демалған ауа барады, и сол демалған ауа альвеолының ішінен сырттағы капиллярларға тасымалданады. Яғни альвеолны бізде қоршап жатырған ол мынау капиллярлар. Мынау міне. Көрдің ғой да? Мына дөңгелектердің ішінде бізде оттегі болады, демалған оттегі, и сол оттегі мына капиллярларға бетіп шүк-шүк деп тасымалданады да. Вот, тап осы жерде газ алмасу процесі болады. Яғни мына жерден сен капиллярлар деп белгілейтін боласың. Аглютиногендер дейді. Аглютиногендер деген естіген шығарсың, иә? Аглютиноген деген ол бізде кәдімгі антигеннің просто басқаша атауы. Антиген. Осы антигендерді аулайтын ол бізде аглютининдер немесе антиденелер, да? Антитела деп атайды. Вот осы аглютиногендер негізі жалпы ол органдарда да болады, ол плазманың ішінде де болады негізі, бірақ көбінесе ол біздің қан жасушасы бар ғой, эритроцит деген, вот соның бетінде почти барлық кезде сол именно эритроциттің бетінде болады. Ол нәруыз күйінде болуы мүмкін, ол көмірсумен байланысқан нәруыз күйінде болуы мүмкін, ол көмірсумен байланысқан май күйінде болуы мүмкін. Яғни сол ағзаға тән макромолекулалар бар эритроциттің бетіндегі заттар сол бізде антигендер. Вот эритроцит деген нәруыздар деп айтасың. Бұл жерде мен саған просто қысқаша айтып кетейін, не үшін оның бәрі деген сияқты. Себебі мысалға сенің эритроциттарындағы аглютиногендерді немесе антигендерді менің ағзам танымау мүмкін просто. И қазір сенің қаныңды алып маған құятын болсақ, онда менің ішіндегі антиденелер сенен келген эритроцитпен бірге келген аглютиногендерді немесе антигендерді анықтайды да, егер де екеуі бір-бірімен үйлеспейтін болса, онда менің жаңағы иммунитетім антиденелер алады да, оларға шабуыл жасап, и осылайша менің қаным мен сенің қаның бір-біріне жабысып мен өліп қаламын да соңында. Вот ол не үшін керек деп айтатын болсаң, ол просто бізге иммунитет бізге чужеродный, яғни басқа бір нәрсе кіріп кетті деп ойлайды да, соған атака жасайды. Ол мысалға аглютиногендер біз именно адамдардікін айтамыз ғой, именно қан тобында. Алайда мысалға сырттан келген вирус, мысалы да бактерия, оларда да тоже бір антиген болып саналынады біз үшін. Жақсы, жалпы чужеродный зат антиген болып саналынады. И мысалы бактерия кірген кезде біздің антиденелер олар тоже таниды да, оларды ұстап алып, оларды өлтіреді де, бізді қорғайды да, біздің иммунитет. Вот осыдан шығады барлығы. Так, аз қозғалудан туындайтын ауру, так болған сұрақтардың бірі да, каждыйын қарастырып кетсек, цистит болмайды, миксидем болмайды, нефрит болмайды. Мына жерде бізде ол гипокинезия, просто болмайды деп айтсам болмады. Цистит деген ол бізде қуықтың ауруы, миксидем ол деген бізде эндокринді аурудың түрі, нефрит деген ол бізде
бүйректің қабынуы жаңа осыған дейін болғанда пиелонефрит деген гипокинезия как раз таки осы аз қозғалу состояниесін біз гипокинезия деп айтамыз. Гипо деген төмен деген сөз, кинезия деген қозғалыс, яғни қозғалысы азайып кетеді, төмендеп кетеді. Міне мынау бізде уже 26-дан 30-ға дейін контекстті сұрақ. Қазір осыны бізде оқып суретке қарап мына жерде дұрыстап түсініп алу керек болады, чтобы дальше қалған 5 сұраққа жауап беру үшін. Рекомбинантты ДНК гендік инженерия әдістерін қолдана отырып инвитро жағдайында бөгде ДНК фрагменттерін қосу нәтижесінде алынған ДНК молекуласы. Яғни одним словом бактерияның ДНК-сын аламыз, біздің ДНК-мызды аламыз, екеуін бір-біріне қосамыз, вот осы бізде рекомбинантты ДНК болып саналынады. Оны не үшін істейміз десең, потому что бактерия арқылы бізге керек заттарды, біздің ағзаға керек заттарды синтездеп алу үшін. Одним словом вот осылай болады. Міне, мынау бізде адамның гені, допустим, мынау бізде бактерияның гені, именно плазмиды, но бактерияның негізгі хромосомасы, и мына жерде сақина тәріздес тағы да қосымша хромосомалар болады. Вот соны біз плазмиды деп атаймыз. Плазмиды. Вот осы плазмидаларын особенно шығарып аламыз да, соларды ортасына бөлеміз де, бүйтіп міне кесіп тастадық та, и соған біз өзіміздікін встроить етіп қоямыз, ішіне тығып қоямыз, и кері мына бактерияның ішіне салып жібереміз. Чтобы бактерия дальше, потому что бактерия тез бөлінеді, ол, допустим, бір күннің ішінде там миллиардтаған штукқа жетуі мүмкін, и сол миллиардтаған штук как раз бізге мына керек генді транслировать етіп, бізге керек нәруізді жасап отыратын болады. Вот, сұрақтарға кете берейік. Рекомбинантты ДНК-дағы нуклеотидтер арасында пайда болатын байланыс. Яғни, мына жердегі міне екеуін бір-біріне қосты ғой бүйтіп, мына екі жерден бір-біріне жабыстырған кезде осы екеуінің арасында болатын байланыстарды бізге сұрап жатыр. И ол обычный нуклеотидтардың арасындағы байланыстан ешқандай разницасы жоқ, және де олардың арасындағы байланыс бізде фосфодиэфирлі байланыс деп аталады. Фосфодиэфирлі байланыс мына жерде ответ. Қазір мен кішкене суретін салып кетейін. Мынау бізде, допустим, рибозы да. Нуклеотидтің структурасын салып жатырмын қазір. Мына жерде бізде азотты негізі болады, мына жерде бізде фосфор болады. Но, допустим, бір нуклеотид. Осы нуклеотидтердің бізде ДНК-да, РНК-да жасалынады. И екінші нуклеотидті қазір салатын болсам астына. Екінші нуклеотид. И екеуі бір-біріне мына жерден бүйтіп байланысады, деп байланысады. Вот, осы жердегі байланысты түгелімен фосфорды ішіне тығып, бірге айтамыз біз фосфодиэфирлі байланыс деп. Қалғандарын қарастырып кететін болсақ, дисульфидті байланыс деген ол бізде жалпы нәруыздардың ішінде болатын байланыс, пептидті байланыс тоже нәруыздардың ішінде болатын байланыс, иондық байланыс деген ол көбінесе металдардың арасында, металл мен мысалға натрий мен хлордың арасындағы байланыс, допустим, ол бізде иондық байланыс. Так, ответін бердік. Келесі, бактериялар арасындағы ген ақпарат ауысуы қай процесс нәтижесінде жүреді дейді. Мына жерде бір қызық зат бар. Негізі мысалға гендік ақпарат табиғатта көбінесе бір ұрпақтан келесі ұрпаққа беріледі. Дұрыс па? Міне, мысалға мынау мамасы немесе папасы, и осылардан бізде төменге қарай баласына беріледі. Яғни, міне, осылай тікелей болғандықтан бұны біз вертикальды деп атаймыз. Вертикальды. Алайда иногда кейбір ағзалар бір-бірлеріне, яғни көршілеріне беріледі. Жақсы ма? Мысалға, допустим, мен тұрып саған или сен тұрып маған геніңді беріп жіберетін болсаң, вот ол бізде бүйтіп горизонтальды түрде болғандықтан оны біз горизонтальды деп айтамыз. Осы горизонтальды тасымалдау гендерін көбінесе бактериялардың арасында болады, және де оның неше түрісі бар. Бізде конъюгация деген түрісі бар, бізде трансформация деген түрісі бар, бізде трансдукция деген түрісі бар. Оның барлығын біз бактерияларды қарастырған кезде айтып өткен болатынбыз. И бактериялар арасында, яғни екі бактерияның арасында напрямую болатынды біз именно конъюгация деп атаймыз. Конъюгация, оны қазір мен саған көрсетіп кетейін, схемасын. Міне, мына жерде екі бактерия тұр, допустим, оның ішінде плазмидза болды, мынау пили деген осындай олардың кірпікше тәріздес бір құрылыстары бар. Екеуі бір-бірлеріне қосады да, пили арқылы бір-біріне қосылады да, мынау өзінің жаңағы плазмидзасын көшірмесін жасушаға беріп жібереді. Көршілес жасушасына дос қылып, и екеуі уже мынада жаңағы пилида болған жоқ, мына жерде плазмидза болған жоқ, и мына жерге қарайтын болсаң, ода пилиста пайда болды, и мына жерде плазмидза пайда болады. Осылайша мына бактериялар бір-бірлеріне көмектеседі. Мысалға былай ойласам болады. Мына бактерия, допустим, андай мықты болды, плазмидза болғандықтан бұл, допустим, қандай бір уколды айтшы, бір кез келген антибиотик укол. Цефазолин, допустим, цефазолинға қарсы тұра алатын бактерия болды. Ал мынау цефазолинға басында өліп қалатын бактерия болды. Алайда мынау алтта оған иммунитет беріп жіберді. И енді екеуі де цефазолинға қарсы тұра алады. Осылайша бір-біріне көмектеседі олар. Вот қандай жаманды. Так. Оны біз конъюгация деп атаймыз. Красинговер деген ол біздің ішімізде миоз уақытында болатын гендік алмасу, транслокация деген жаңа айттық, рибосоманың МРНК-ның үстінде жүруі, трансформация деген ол тоже осы горизонталды гендердің тасымалдануы, ол бірақ кішкене басқаша. Плазмида деген жаңа айттым да, плазмида яғни қосымша мына бактерияның ішінде болатын
қосымша ДНК. Мынау бізде басты ДНК болатын болса, мынау бізде қосымша ДНК. Вот, мына жерде қайсысы келеді бізде ответтардың? А бізде бактериялардың сақиналы қосымша ДНК молекуласы дейді. Ответін мына жерде сразу беріп қойған екен. Бізде А болады, қалғандары ашытқы саңар болады. Жоқ, бактериялардың сақиналы негізі жоқ, вирустардың жоқ, ешқайсысы бола алмайды. Вектор дегеніміз мына жерде қызық зат. Вот, мына жерде егер біз қарайтын болсақ, допустим, да, именно гендік инженерияға қарайтын болсақ, өзіміздікіне барайық кері. Мына жерде біздің жасаған мына рекомбинант ДНК бар ғой, яғни бактерияның плазмидасы. Бұны біз вектор деп атаймыз. Яғни біз үшін бұл как-то таксист болып саналынады да, бізге керек генді, өзіміздің ішіміздегі керек генді біз мына плазмиданы алдық та, оған отырғыздық та, үстіне ақшасын төледік те, кері бактерия ішіне кіргізіп жібердік. Яғни таксист рөлін ойнап тұр. И осы таксистті біз вектор деп атаймыз. Жақсы ма? Вот, соны қазір біз мына анықтамалар арқылы тауып алуға тырысайық. Рекомбинантты ДНКны алу кезіндегі өндірілуі қажет ген. Жоқ, бұл как раз таки біз жаңағы пассажирді, ол біздің генді жаңағы векторға, яғни таксистқа отырғызып жіберетін ген, значит бұл болмайды бізде. Қажетті генді иеленген ағзаны идентификациялау үшін қолданылатын әдіс дейді. Жоқ, әдіс емес бұл конкретно жаңағы рекомбинантты ДНК, но болмайды. Рекомбинантты ДНКны енгізетін ағза дейді. Жаңағы бактерияны деп айтып тұрды. Жоқ, бұл ағза емес. Рекомбинантты ДНКны алуға арнайланған нуклеин қышқылының молекуласы. Я, мынау как раз нуклеин қышқылының молекуласы деп бізге жаңағы плазмиданы айтып тұр. Значит, осы бізде жаңағы вектор дегенге больше келетін анықтама. Ответ Д деп белгілейтін боласың. Суреттегі S әріпімен белгіленген рекомбинантты ДНК алу кезеңінде қолданылатын фермент. Бізде бірнеше ферменттер қатысады, жалпы бұның ішіне артқа барайық. S әріпімен де айтқан бізге S әріпі қай шетте? Мына жерде тұр. Яғни мына плазмиданы бүйтіп ортасын кесіп, яғни мына жерден бөліп тастаған ферментті тап деп тұр бізге. Міне, мен сізге көрсетейін қазір. Но, допустим, біздің плазмиды, оның бөлінетін өзіндік орындары болады обязательно. Кез келген жерден бөле бермейсің. Сен арнайлап бір ферменттерді бересің. И сол ферменттерді біз рестриктаза деп атаймыз. Мысалы, рестриктаза мына жерде ТЦГЦ деген жерден барып апартта бөліп тастады екіге. Вот, рестриктаза. Қазір қарайық, ответ бар ма екен ондай? Я, міне, рестриктаза деген бізде фермент тұр. Басқаларын қарап кететін болсақ, топоизомераза, лигаза, хеликаза деген ол бізде ДНК-ның екіге бөлінуі бар, ол репликация деген процесс, вот сол жерде болады. Ол да бізде талқыланған темалардың бірі. И оны қарай аласың тоже. Бітірдік контексті. Енді бізде 31-ден қазір 35-ке дейін сәйкестендіру болады. Әрқайсысына 2 сұрақ, 2 балдан береді әр сұраққа, так что внимательно отырып, фокус қойып, дұрыстап қадағалап қарап тастау керек. Ең кіші жіктеу категориясы дейді, потом ең үлкен жіктеу категориясы дейді. И салыстыруда бізде патшалық тұқымдас класс түр деп берілген екен. Но бізде именно Карл Линнейдің жасаған систематикасын сұрап жатыр бізден. И мына жерде мен саған систематиканы дайындап қойдым. Мынаны қазір скриншотқа түсіріп ала аласың. Міне, тіршілік бар. Тіршілікті біз домендарға бөлеміз. В основном ол прокариоттар мен эукариоттар, да? И вирустарды осы жерге қосып жіберуге болады. И мына прокариоттар мен эукариоттар, допустим, эукариоттарды алайық. Эукариоттардың ішінде бізде жануар деген патшалық бар, да? Жануарлар дейді да, мысалға. Жануарлар, и потом ол кетеді да, бөлініп. Жануарлар мысалға қара. Мынау жануарлар, и ол жануарлардың ішінде, допустим, мына жерден кішкентай кругляшок аламыз да, оны үлкейтеміз. Там бір типін таңдап алдық, одан кейін сынып, одан кейін отряд, одан кейін тұқымдас, тұқымдасты басқаша біз отбасы деп атаймыз еще. Отбасының ішінде туыстастың ішінде түр, мысалға Homo sapiens, мысалға ол бізді, адамдарды, sapiens деп қоямыз, sapiens, Homo sapiens, симай алдық кішкене. Вот, тап осыған қарап біз ең үлкен жүктеу категориясы деп сұрап тұр. Мына жерде ең үлкені именно мына жерде берілген патшалық. И жалпы көп жерде сен домен мен тіршілікті белгілей бермейді. Көбінесе ең үлкен именно жаңағы Карл Линнейдің жүйесі бойынша біз ең үлкен жүйесін патшалық деп атайтын боламыз. Хорошо, осының ішіндегі ең үлкен сатыны патшалық дейміз. И ең кішісі бізде ең астында тұрған ол бізде түр, да? Ең кішісі бізде түр, ең үлкені ол бізде мына патшалық болады. Мен ең керісінше оқып қойдым да, міне тап осылай болады. Жүйке жүйесіне сипаттама беріңіз дейді. Жұлынның жалғасы и қозғалысты басқарады. Аралық ми, ортаңғы ми, сопақша ми, миышық деген беріліп қойған екен. Жұлын деген бізде спиной мозг, мына арқамыздың омыртқадан өтіп жатырған орталық мидың бөлігі. И ол бізде мимен именно сопақша ми арқылы жалғанады. Қазір мен саған көрсетіп жіберейін кішкене. Міне мынау бізде, допустим, жұлын осылай келеді. И медула облонгата деген латынша аты, мына жерде бізде сопақша ми бар. Одан кейін мына жерде бізде мост тұр екен, да? И мына жерде миышық тұр екен. Осы миышық мен мостты біз бірге не деп айтамыз? Артқы ми деп айтамыз. Мына жерде ортаңғы ми тұр екен. Мына жерде аралық ми, жаңағы осыған дейін жазылғандардың барлығын айтып кетіп жатыр мына жерде. И вот, жұлынның жалғасы, значит, сопақша ми деп атайсың мына жерде, да? Оның формасы кішкене сопақша болып келеді. Хотя кім біліп жатыр оның бәрін. Қозғалысты басқаратын ол бізде жалпы координацияға, балансқа жауап беретін ол бізде миышық болып саналынады. Миышық. Міне. Мынау бізде миышық. Анау бар ғой, мысалы, да? Кейбір жерлерде айтады да, мына
именно бокста, допустим, бокстың правиласы бойынша мына қара құс деп айтады қазақтарда. Вот осы жерден ұруға болмайды. Осы жерден ұрып мынаны зақымдап жіберетін болсаң, именно мына миышықты зақымдап жіберетін болсаң, адам там парализға дейін жетіп қалуы мүмкін, түгелімен координациясын жоғалтып, өзінің движениясына ответ бере алмайтын болады уже больше. Вот неге? Себебі мына жерде бізде миышық орналасқан как раз таки. Түсінікті ма? Кеттік. Нефрон қабырғасының негізін түзеді дейді. Потом нефронның кеңейтілген бөлігі дейді. Нефрон дегеніміз не? Нефрон дегеніміз жалпы ол бүйректің ішіндегі біздің қанымызды фильтрлейтін структура да, бірнеше жасушадан тұратын структура. Міне мынау. Міне біздің қанымыз мынау арқылы бүйтіп кіреді, алып келетін артериола арқылы, одан кейін мына жерде тазаланады, тазаланады да, мынаның бойы арқылы да тазаланып шығады кері, и потом шығып кетеді мына жақтан. Вот осы фильтрді жасайтын бүйректің ішінде, яғни фильтрлап алып алады да, зәр арқылы сыртқа шығарып жібереді. Тап осыны біз нефрон деп атаймыз. Осы туралы бізге сұрақ сұрап отыр қазір. Именно қабырғасының негізін түзетін және ең бірінші сұрақтарда болған, кстати, оны біз текшелі эпителий деп айтқан болатынбыз. И мына жерден смело эпителий жасушасы деп белгілей беруге болады. Потом, вот көрдің бе, кейбір сұрақтар бір-бірлеріне байланысты болып қалады. Яғни сұрақтар жасаған кезде адамдар осы туралы ойланбай қалады да, бір сұрақ пен келесі сұрақтың ответін беріп отырады да. Мына жерде сен оба, ана эпителийден басқа жоқ деп ойлайтын болсаң, или осыған дейінгі сұрақта мысалға нефронның ішінде там текшелі жалпақ тек қана эпителийлар тұрды ғой, значит мына жерден точно эпителий екенін біле аласың уже. Көрдің бе, басқа сұрақтарға қарап. Так, келесі нефронның кеңейтілген бөлігі дейді. Яғни мына кеңейтілген жер деп мына жерде айтып тұр мені. Бұны біз Боумен капсуласы деп атаймыз, немесе басқаша просто капсул деп атай беруге де болады. Сондықтан мына жерде ответті капсул деп белгілейсің. Гемоглобиннің құрамына кіреді дейді біріншісі, одан кейін қан ұюына қатысатын ион. Так, мына жерде бірнеше иондар бізде белгіленген екен. Гемоглобиннің ішінде біз білеміз, не бар? Гемоглобинда бізде темір бар да, оттекті тасымалдайтын ол бізде темір. Қазір көрсетіп жіберейін. Міне, мынау бізде эритроциттің ішінде бізде бірнеше гемоглобиннің 4 тізбектері бар, альфа бета деген, и осының ішінде мына сары түстегі гем деген группасы бар. Сол гемнің ішінде бізде как раз таки темір орналасады. Міне, жазылып тұр, темір деп. Мына жерден бүйтіп белгілейсің темірге. И қанның ұюына қатысатын мен тоже көрсетіп жіберейін мына жерде. Міне, мынау бізде қан, допустим, тамыры зақымданды, и мына жерде кері бүйтіп қалай тігіліп қалды, да? Қалай қазақша қалай дейді? Бір-бірімен, короче, оңдалды да, кері реттелді. Вот тап осы процестің барлығында бізде қатысатын мына жерден кішкентай жазып қойған кальций деп тұр мына жерде көріп тұрсаң. Кальций, яғни қанның ұюына, жалпы жаңағы бітелуіне қатысатын бізде ол кальций ионы. Қанның ұюына қатысатын ион ол бізде кальций. Так, но соңғысы дейміз сәйкестендіруде қоректік тізбекте болатын ағзаларды жіктеп шығыңыз және сәйкестендіріңіз дейді. Қоректік тізбек деген ол қалай? Мысалға, өсімдік өседі, оны шегіртке жейді, шегірткені тышқан жейді, тышқанды жылан жейді, жыланды бүркіт жейді деген сияқты осы бізде қоректік тізбек деп аталады. И бұл жерде біз каждый қоректік тізбектің мүшесіне біз өзіндік ат береміз. Мысалға, мына жануарлар бар, и потом өсімдіктер бар. И осыны бізге как раз таки мынаған сәйкестендір деп тұр ғой. Міне, қоректік тізбекті көрсетіп жіберейін қазір. Допустим, өсімдіктердің барлығын біз продуценттер деп атаймыз, потому что бұл как раз таки тамақтың барлығын шығаратын, яғни продюсер да, продюсер деген шығарушы деген да. Вот сол продуценттер, яғни өсімдіктерді біз продуценттер деп атаймыз мына жерден. Продуценттер и жалпы тұтынатындарды, тұтынушыларды, қайсысы болмасын, ол просто бірінші реттік тұтынушы болсын, екінші реттік тұтынушы, үшінші реттік тұтынушы, төртінші реттік тұтынушы, яғни жануарлардың барлығын біз тұтынушылар деп айтамыз. Или басқаша тұтынушыларды консюмерлар немесе консументтер дейді. Яғни жануарлар біз консументтерміз. И дальше ол біздің там өсімдік болсын немесе жануар болсын, біздің денеміз өледі ғой. Сол өлгеннен кейін оны шірітетін, оны кері топыраққа бүйтіп сіңдіріп жіберетін ол бізде редуценттер мен сапрофиттер. Бұлар көбінесе бактериялар және де саңырауқұлақтар болып саналынады. Так, енді мынау 36-тан бастап 40-қа дейін қазір бізде көп жауапты сұрақтар болады. Осыған жауап беріп тұрсақ, и потом молодец боламыз. Венаға тән дейді. Бізде денемізде артерия мен вена деген екі түрлі тамырлар бар. И әрқайсысын оқып шығайық. Қан қысымы төмен. Иә, венаның ішінде қан қысымы төмен, артерияда қан қысымы жоғары. Қазір мен сөздерін жаттап отыр. Түсі алқызыл жоқ, түсі бізде кішкене көкшіл болып келеді. Ал артерия болса, оның түсі как раз таки алқызыл. Потом қанды денеге таратады, жүректен қанды денеге таратады деген сөз, ол бізде артериялар денеге тарататын. Ал қанды денеден жүрекке айдап келетін ол как раз таки веналар, яғни бізде А болады, потом мына Д болады. Жоғары жылдамдықпен ағады, жоқ, жоғары жылдамдықпен ағатын ол бізде артерияның ішіндегі қан, сондықтан болмайды. Ал венаның ішінде ол жай ағады, бұлшық қабаты жұқа, ол бізде я вена. Қазір салыстырмалы түрде саған көрсетіп жіберейін. Міне, артерия мен венаны қарайтын болсаң, артерияның стенкісіне қарасаң, мынаншама толщинасы бар, ал венада мынаншама толщинасы бар екен. Сонда қайсысы қалың? Артерия қалың, ал вена болса кішкене жұқалау болып келеді. Бұлшық қабат жұқа, яғни А, Д, Ф деп белгілейсің. Вильгельм Йогансеннің қалыптастырған терминдері. Мендель өзінің жаңағы неше түрлі закондарын, Грегор Мендель генетика туралы закондарын ашып тастағаннан кейін 1909 жылы Вильгельм Йогансен деген ғалым келеді де генотип пен фенотип деген терминдерді генетика ғылымына енгізеді. Ответ А мен Ф болады.
тұқым қуалайтын қатерлі ісік аурулары дейді. Мына жерден әрқайсысын өзің қазір уақыт жоғалтпас үшін просто барып қалай интернетқа гуглға барасың да каждый жаза қоясың. Алайда мен саған айтып тастайын, ретинобластома бізде 100% тұқым қуалайтын қатерлі ісік ауруын тудыратындардың бірі болып саналынады. И Фанкони анемиясы ол кішкене спорный, потому что бұл кей жағдайда туындандырады, кей жағдайда туындандырмайды. Себебі кейбір жағдайларда бұл просто ағзаның өзінің қате жұмыстары арқылы пайда болатын аурулардың бірі, генетикаға байланысты емес. Алайда мынаны тоже біз мына жерде белгілей аламыз, себебі бұл қатерлі ісік тудыра алады и тұқым қуалайды кей жағдайларда. Сонда бізде ответ д не болады. Миелома, өкпе обыры, папиллома, беріктік лимфом сынды дұрыстап интернеттен қарап ал, алайда олар тұқым қуалайтын болып саналынбайды, именно қатерлік туғызатын ауруға жатпайды. Соңғы сұрақ, пирожизм қышқылын этил спиртіне және де көмір қышқыл газына дейін ыдырататын ағзалар. Мына жерде ашытқы, дрожжи, немесе мысалға пивоны жасайтын кезде, немесе виноны жасайтын кезде, как раз таки осы ашытқыны қолдану арқылы біз жүзімді қолданамыз, сол арқылы жаңағы арақты жасаймыз ғой. Вот, ол кезде біз напрямую как раз таки осы ашытқыларды қолданамыз. Значит, бұл точно болады. Балық, жоқ, балықтар олар жасай алмайды ондайды. Ол кәдімгі біз сияқты демалады просто. Қына, лишайник тоже ондайды жасай алмайды. И мына жерде қалған пеницилл, мукор, эвглена, негізі оларды заставить ететін болсаң, условия создавать ететін болсаң, негізі жасатуға болады. Кішкентай деңгейде болсын шығара алады. Алайда табиғатта негізі олар жасай бермейді ондайды. Сонда мынаның бәрін сызып тастайсың да, бізде тек қана ашытқы қалады. Мына дрожжи бізде ол жаңағы пирожизм қышқылын немесе пируват деп атаймыз да, соны этилге айналдырып, кәдімгі біздің индустрияда жаңағы пивоны, арақты, виноны жасайтын способтың, методиканың бірі болып саналынады осы. Ой, тағы бір сұрақ бар екен. Ядроның жасушада атқаратын қызметі дейді. Ядро не істейді? Ол бізде главный центр, фотосинтез жүзеге асыра ма? Жоқ, ол бізде хлоропласт, көбеюге қатысу міндетті түрде де ДНК-ны сақтайтын бізде ол ядро. Автолиз, жоқ, ол бізде в основном лизосома жасайды деп айтамыз. Рибосоманың субірліктерін түзеу дейді. Ядроның ішінде бізде ядрошық деген тығыз орналасқан бір қалай орындар бар. И сол жерде как раз таки рибосоманың үлкен субірлігі мен кіші субірлігі синтезделініп, цитоплазмаға шығып, екеуі бір-бірлеріне қосылады. Сондықтан біз деп айтамыз. Міне рибосоманың субірліктерін түзуден жасалған. Қысым ретте ол бізде өсімдіктерде көбінесе вакуольдармен, қарапайымдарда жиырылғыш вакуольдармен жасалынатын зат. И потом АТФ синтездеу дейді, ол бізде митохондрия арқылы жасалынатын зат. Мына жерде ответ тек қана Б мен Д болады. Молодцы. Осымен сабақты бітірдік. Сіздер жақсы қалай елесіп отырып түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.